Ұлттық қордан балаларға түскен ақша 129.408 теңгені құрады. Сәлем достар, өздеріңіз білесіздер, былтырдан бастап балаларға ұлттық қордан ақша түсе бастады. Ол былтыр $100 құраса, биыл $129 өскен. Енді оны қалай көреміз? Кешеден бастап, яғни 30 қаңтардан бастап балаларға ақша түсе бастады. Оны көру үшін Google-ға ұлттық қор балаларға деп жазсаңыздар болады. Ең бірінші оған NBF дегенге кіреміз. Осы жерде баланың ин нөмірін тересіздер. Тексеру деп басамыз. Астында туған жылы дегенге баланың туған жылы, одан кейін Қазақстан Республикасының азаматы нысаналы талаптарға қатысушы болып табылатын жыл. 2024 жыл. Тексеру деп басамын. Міне, 2024 жылға бізге $129.38 түскен екен. Бір ақш доллары бүгінгі күні 519.28 теңгені құрайды. Сонда шамамен бізде 120 мыңнан аса теңге ұлттық қорда тұр. Осылай балаларыңызға ақша түсті ме тексеріп алсаңыздар болады.